Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге қытырлақ нан жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқаға азырақ тұз салып, үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды елеуіштен өткізіп, қамырды елейміз. Қамырымызды елеп болдық. Енді аздап тындырып қоямыз. Осылай пакетке салып тындырып аламыз. 10-15 минут өткесін тағы да қамырымызды осылай мұжғылап қоямыз. Осылай 3-4 рет қайталап қамырды тындырып, тағы да мұжғылап сөйтіп аламыз. Қамырымыз енді біраз тынып дем алдырып алдық. Енді оны жайып бастаймыз. Жаймас бұрын алдын ұнды көбірек етіп сеуіп аламыз. Ұнның ешқандай зияны жоқ, себебі қамыр жабыспас үшін осылай сеуіп қоямыз. Қамырымыз қатты болып иленгесін, әдемі жайылып жатыр. Соңына қарай онша ұн себілмей, қамырымыз әдемі жайылып жатыр. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұқа емес, өте қалың емес. Оның үстіне май жағып шығамыз. Майды жартылай жағамыз. Майлап болғасын, оны осылай бетіне екінші қабатын жабыстырып шығамыз. Қамырымызды енді осылай шетінен кесіп аламыз. Екеуінің қосылған жерінен кесіп аламыз. Енді қамырды осылайша 4 саусақпен белгілеп кесіп шығамыз. Енді барлық кесіп алынған қамырларды осылайша бір саусақтың орнымен тағы да кесесіне кесіп аламыз. Енді осы қамырларымызды мата дастарханды төсеп, үстіне жайып шығамыз. Енді майымыз қызып тұр. Қызып тұрған майға мен 2-3-ден қосып салып пісіріп алдым. Майымыз қатты күйіп кетпеу керек, орташа отта пісіп шығады. Осылайша біздің қытырлақ нандарымыз бәрі дайын болды. Осылай домаланып өзі пісіп шығады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.